Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Тұйық көше, қатулы, ұрсысу, киналау, балағаттау, арамдық, жай, көңілшек, сасқан, шыдау, айғақ, ажырату, сірә, бекіту, бұдан былай, мұнша. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Переулок, гневный, ссориться, обвинять, бранить, злонамеренность, спокойный, простой, сердобольный, растерянный, терпеть, улика, различать, отделять, вероятно, запирать, в дальнейшем, столько. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жаздым. Сіздерге оқимын. Күтіп тұрыңыз. Артур Конан Дойльдің әңгімесі бойынша қайта айту. Чарльз Милвертонның атты Лондондағы криминал әлемде танымал болды. Ол қарапайым қылмыспен, яғни алаяқтықпен немесе ұрлаумен айналыспады. Қылмыс әлеміне Бопсаның патшасы деген атымен белгілі болды. Ол бай адамдар туралы сөкімсіз ақпаратты жинап, оларды бопсалады. Милвертонның үлкен ойы Лондондағы бір қараңғы орамда Тартой көшеде орналасқан. Оның көптеген құрбандарында мұны той көше белгілі болды. Үй тәулік бойы қатты көзетілді. Холмс пен Уотсон клиентінің өтініші бойынша Милвертонның хаттарды ұрлауға бел буды. Олардан басқа ешқандай таңдауы болмады. Холмс бұл қылмыс деп білсе де, клиенттің намысы жауыз Милвертонның қолынан құтқаруға асыл әрекет ретінде санады. Холмс пен Уотсон Милвертонның үйіне түннің қараңғысы астында енді. Бекітілген сейфтен құжаттарды алған кезде сырттан шу естілді. Милвертон түннің ортасында өзінің кеңсесіне кіретін болды. Холмс пен Уотсон перделер артында тығылып кетті. Кеңсеге екі ұрсысып көрінетін адам кірді. Милвертон және бір әйел. Милвертонның барлық көрінісінде жоғары дәрежеде болатын арамдық сезінді. Ол қатулы даусымен әйелді балағаттап жатты. Сасқан әйел жай көрінісімен Милвертонның қорлауларын шыдады. Сіз мені көңілшек адам ретінде дұрыс санасыз. Сізден небәрі бірнеше мың фунт сұрап жатырмын. Сізге адамдар арасында ажырату жөн болар деп ойлаймын, жаным сол. Сірә әлдекім басқа жағдайыңыз білсе, миллион деп сұрар еді. Айта-айта тілім жаурап болады. Осындай жағдайыңызда болу үшін тек өзіңізді қиналаңыз. Сол сәтте әйел қойнынан тапаншасын суырып, бірнеше рет Милвертонның кеудесіне оқ атты. Оның семіз денесі еденге бірден құлап кетті. Әйел бөлмеден қашып жүгіргенде қолынан қобдишасын түсіріп алды.
Холмс пен Вотсон мындай окуяга еріксіз куә болғандықтан абыржып кете жаздады. Қара беріңіз, Вотсон, мұнша айғақтар артымызда қалдырамыз, деді Холмс көбдешіні еденден жайыстырғанда. Кейінірек камин алдында отырғанда: біз нашар олар екенбіз. Бұнан былай ешқашан қылмыс жасауға бел бумаймыз, деді Холмс. Пересказ по рассказу Артура Конан Дойля. Имя Чарльза Мильвертона было хорошо известно в криминальном мире Лондона. Он не занимался обычными преступлениями, то есть мошенничеством или кражами. В преступном мире он был известен под именем «Король шантажа». Он собирал компрометирующую информацию о богатых людях и шантажировал их. Большой дом Мильвертона находился в одном темном квартале Лондона, в узком переулке. Этот тупик был хорошо известен многим его жертвам. Дом круглосуточно охранялся. Холмс и Ватсон по просьбе клиента решили украсть письма у Мильвертона. У них не было другого выбора. Хотя Холмс знал, что это преступление, он считал, что спасти честь клиента из рук мерзавца Мильвертона – благородный поступок. Холмс и Ватсон проникли в дом Мильвертона под покровом ночи. Когда они брали нужные бумаги из запертого сейфа, снаружи послышался шум. Мильвертон среди ночи шел в свой кабинет. Холмс и Ватсон спрятались за шторами. В кабинет вошли двое, видимо, рассорившихся людей. Мильвертон и какая-то женщина. Во всем облике Мильвертона чувствовалась злонамеренность. Он бранил женщину гневным голосом. Растерянная женщина с покорным видом терпела его оскорбления. «Вы правильно считаете меня сердобольным человеком. Я прошу вас всего-навсего несколько тысяч фунтов. Вам стоило бы получше разбираться в людях, голубушка. Если кто-то другой узнал бы о вашем положении, он бы запросил 1 000 000. Говорю вам столько, что язык аж стерся. В том, что вы оказались в таком положении, виноваты только вы сами». В этот миг женщина выхватила из-за пазухи пистолет и несколько раз выстрелила Мильвертону в грудь. Его тучное тело сразу рухнуло на пол. Когда женщина выбегала из комнаты, у нее выпала из рук шкатулка. Холмс и Ватсон, став невольными свидетелями этого происшествия, чуть было не пришли в растерянность. «Смотрите, Ватсон, мы оставляем за собой столько улик», — сказала Холмс, поднимая шкатулку с пола. Позже, сидя у камина, он добавил: «Мы с вами плохие воры. В дальнейшем мы уже никогда не решимся совершать преступления».